Бүгінгі сабақта Несіпбек Айтұлының «Өрмекші мен шыбын» атты шығармасымен таныс боласың. Сенің білетінің шығарма мазмұны. Сенің меңгеретінің шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін қолданып мазмұндау. Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты тауып, тұжырым жасау. Алдымен автормен таныс болайық. Несіпбек Айтұлы. Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған балабақшаға барар жолда, желкілдеп өскен құрақтай, күміс күйме, қартаймайды күн неге атты кітаптары бар. Мен саған жұмбақ дайындап қойдым. Қане, жұмбақты шешіп көр. Бірінші жұмбақ. Бар жұмысы ермегі, талмай ызың қағады. Еңбекті қош көрмейді, жат ыдысты бағады. Бұл не? Екінші жұмбақ. Дүниеде бір кемпір бар, тіпті кәрі. Жіп төгіп, өрмек құрып, тоқыр шәлі. Алады айла менен ала бүркіт. Табыңдар немен екен мұның мәні? Жұмбақтың шешуін анықта. Әрине, бірінші жұмбақта шыбын, ал екінші жұмбақта өрмекші туралы айтылды. Жарайсың. Ендеше бүгінгі өлеңмен таныс болайық. Өрмекші мен шыбын. Неше түрлі өрмекті тоқыпты бір өрмекші. Өрмекшінің өнерін бопты шыбын көрмекші. Әдейі іздеп келіпті, келіп сәлем беріпті. Таңға жайып өрмекті тамашалап көріпті. Мысалы өлеңдегі оқиға қалай басталады? Төменде нұсқалары берілген. Шыбынның өрмекшінің өнерін көруге келуі. Екінші, өрмекшінің шыбынның қонысына келуі. Немесе шыбын мен өрмекшінің далада кезігуінен. Мысал өлең шыбынның өрмекшінің өнерін көруге келуінен басталады. Жарайсың. Үзіндінің жалғасын оқиық. Құтты болсын өрмегің, ерен екен еңбегің. Үйренейін деп келдім, болмаған соң ермегім. Өрмекші айтты, шыбыным, ермек деп жүр мұны кім? Осы өнердің соңында келеді өтіп ғұмырым. Тоқып келем ерінбей, қиындықтан жерінбей. Өрмектің әр өрнегі төккен маңдай терімдей. Мысал өлеңдегі оқиға әрі қарай қалай дамиды? Біріншісіне назар аудар. Шыбынның өрмекшіге өнерін көрсетпегеніне реніш білдіруі. Өнерін ермекке балағанына өрмекшінің реніш білдіруі. Дұрыс жауап нұсқаларын таңда. Шыбынның өрмекшіге өнерін көрсетпегеніне реніш білдіруі. Әрине, реніш білдірген жоқ. Екіншісі, өнерін ермекке бағалағанына өрмекшінің реніш білдіруі. Әрине, осы жерде өрмекші өз ренішін білдірді. Үзіндіні оқы. Болсаң егер үйренер, күнде біздің үйге кел. Ерінбесең алдыңнан есік ашар қил өнер. Бастамақ боп бұл істі шыбын дереу кірісті. Бірақ көпке шыдамай, бір қонды да бір ұшты. Шошаңдауын қоймады. Оп-оңай деп ойлады. Бір тоқып, бір отырып, өрмекпенен ойнады.
Торға шығып ырғалды, бәлеге енді шын қалды. Шатасты да маталды, шықпастай боп шырмалды. Мысал өлеңдегі оқиға қалай аяқталды? Нұсқаларын таңда. Шыбын өрмек тоқуды үйреніп қуанды. Екінші нұсқа. Шыбын өрмекпен ойнап шырмалды. Үшінші нұсқа. Шыбын шебер өрмек тоқып алғыс алды. Тапсырманың жауабын бірден таптың деген ойдамын. Әрине, шыбын өрмекпен ойнап, шырмалып қалды екен. Жарайсың. Бүгінгі мысал өлең саған ұнады деген ойдамын. Осыменен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта шығарма мазмұнын баяндау тәсілін қолданып мазмұндадың. Қажетті ақпаратты тауып, тұжырым жасадың. Әдебиеттік оқу сабағы осымен аяқталды.